Құрметті қауым, Абай ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі сіздерге Нығмет Нұрмақовтың 125 жылдығына арналған Алаштың аяулы перзенті Нығмет Нұрмақұл атты буктрейлерді ұсынады. Шығармалар жинағында 20 ғасырдың басында өмір сүрген қоғам қайраткері, қуғын сүргін құрбаны Нығмет Нұрмақовтың танымдық еңбектері, мақалалары, баяндамалары топтастырылған. Бұл кітап тарихшыларға, студенттерге, көпшілік оқырман қауымға арналған. Нығмет Нұрмақұлы осыдан 125 жыл бұрын 1895 жылы 25 сәуірде Семей губерниясының Қарқаралы уезі Қу болысында Қаратау ауылында дүниеге келген. Ауылдық бастауыш мектептен сауат ашқан Нығмет Қарқаралы уезіндегі 2 кластық училищеге оқуға түсіп, оны 1911 жылы үздік бітіреді. Оқуға алғыр, зерек, орыс тілін өте жақсы меңгерген. Оқу жолын Омбыдағы мұғалімдер семинариясына ұластырады. Омбыдағы оқу жолы өміріне көп өзгерістер әкеліп, биікке самғатады. Алаштың аяулы перзенттерінің бірі Нығмет Нұрмақов қазақ халқының экономикалық, әлеуметтік, мәдени өмірінің өркендеуіне елеулі үлес қосқан, тарихта орны айрықша тұлға. Ол 20 ғасырдың 20-30 жылдары мемлекеттік саяси іске белсене араласады. Қазақстан үкіметінің басшысы ретінде аса жауапты мемлекеттік және саяси қызметтер атқарады. Ол өзін бұқараның қамы үшін қандай ауыр жағдай болса да қайтпайтын табанды күрескер ретінде көрсете білді. Нығмет Нұрмақов қазақ мәдениетінің өрлеуіне, қазақтың мәдени мұрасының ұрпақтың рухани қазынасына айналуына көп үлес қосты. Ана тілінің мәртебесін көтеріп, көптеген саяси құжаттарды ана тілінде жүргізуге талап етілді. Басшылық жұмыстарды өте белсене атқарды. Қазақстанда халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болып 4-5 жыл қызмет атқарған Нығмет Голошокиннің қуғындауына түсіп, ақыры 1929 жылы Мәскеудегі ВКП орталық комитетінің жанындағы курсқа кетуіне мәжбүр болады. Курсты бітіргеннен кейін Нығметті Москвада қалдырады. Көптеген зиялы азаматтарымыз қуғын сүргінге ұшырайды. Соның бірі Нығмет Нұрмақов еді. 1937 жылы 3 маусымда Мәскеудегі пәтерінде тұтқынға алынады. Сол жылы 15 минуттың ішінде тағдыры шешіліп, 42 жасында атылып кете барады. Нығмет Нұрмақовтың туған туысқандары мен отбасыда қуғын сүргінге ұшырады. Зайыбы Зуфун Ыбырайқызы Нұрмақова да қуғындалды. Алжирде айдауда болды. 17 жыл өмірін лагерде өткізді. Қызы Тамара жетімдер үйінде қайтыс болды. Ол баласы Ноян 1939 жылы балалар үйінде болып, Куйбышев қаласына оқуға жіберіліп, 1941 жылы Қызыл армия қатарына шақырылып, Отан соғысына қатысып, көптеген қалаларды азат етіп, ерлігі үшін медальдар мен ордендердің иегері болды. Соғыстан кейін Алматыда, Москвада қызмет атқарды. Нығмет Нұрмақов 1956 жылдың 11 тамызында КСР жоғарғы сотының әскери коллегиясының шешімімен толық ақталды. Зұлмат жылдар келмеске кетсін. Біз тек жазықсыз құрбан болған ұлыларымызды естен шығармайық. Олардың алдында бүгінгі күніміз үшін қарыздар екенімізді ұмытпайық.